Бақытты болам десеңіз, керемет, жақсы, пайдалы медитациялар және сонымен бірге техникалар баршылық. Шындап келгенде, бақытты болудың негізгі кілті адалдықта. Баршаларыңыз білесіздер, біз бақытты болудың барлық жолдарын ескере отырып, мен өзімнің кванттық серпіліс атты курсымда толық мәлімет беріп өттім. Және бұны сіздер негізінен кез келген адамның 4 бағытын теңдей дамытқан кезде бақытты бола алатынын жақсы түсінесіздер деп ойлаймын. Бірінші денсаулық, қарым-қатынас, қаржы және рухани байлық дедік. Қарым-қатынас мәселесінде маған консультацияға келген Гүлмира атты шәкіртім өзінің жолдасымен шын мәнінде қарым-қатынасын өте керемет деңгейге көтерді. Ынтымағы, бірлігі жарасқан, бақытты отбасына айналғандығын естіген кезде мен өте риза болдым. Себебі бұл жерде көп нәрсе әйел адамға да байланысты. Сондықтан да барша әйелдерге, қыздар қауымына айтатыным, тек қарым-қатынас қана емес, қалған 3 бағытыңызды да қосып дамытқыңыз келсе, онда профильдегі менеджердің номеріне жазыңыз.